Армысыз көрермен, АФМ Talks подкасты. Біз мемлекет басшысының заң мен тәртіп нарративі аясында осындай халыққа пайдалы, көпшілікке қажет дейтін ақпаратпен бөлісуге осындай бір айдарды бастап отырмыз. Алғашқы шығарылымның қонақтары Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты, Қарсыз қоғам жобасының жетекшісі Дәулет Мұқаев және де қаржылық мониторинг агенттігінің өкілі Кенесары Бағбанұлы. Бүгінгі подкасты жүргізетін мен, агенттіктің ресми өкілі Ернар Тайжан. Сонымен бастайық. Енді біздің бүгінгі өздеріңіз білесіздер, жиналып отқан басты себебіміз, яғни тақырыбымыз қаржылық пирамидаларға байланысты болмақ. Енді бүгінгі кезде аса өткір, өзекті тақырыптардың бірі. Енді былайша ойлап қарасаң, сонау кездерден белең алып келе жатқан енді қаржылық қитұрқылықтың әлі құрбандары әлі де көп. Оны біз өз жұмысымыздан байқап отырмыз. Біз қаржылық мониторинг агенттігі атынан, Дәулет мырза, өздеріңіз қарсыз қоғамда да енді қаржылық сауаттылықты көтеру мақсатында осындай бір мысалдармен айналысып жатқан шығарсыздар. Сондықтан да осы тақырыпты егжей-тегжейлі бүгінгі алаңда кеңінен тарқатуға тырысайық. Агенттіктің өкілі ретінде енді біз бұл біздің басым бағыттарымыздың бірі. Сол себепті ең әуелі біздің көрермендерге 2025 жылдан бергі негізгі көрсеткіштермен таныстырып өтейін, ақпарат болсын. Яғни біз жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7000-нан астам интернет сайт бұғатталғанын ескертеміз. Одан бөлек жалпы аудиториясы 276 мың адамды құраған Instagram, Telegram желілерінде 43 чатбот, жалған чаттар жабылды. Одан бөлек 86 мыңнан астам азаматты тартқан 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл 2025 жылдан бергі көрсеткіш, 2021-ден деп айтып отқан жоқпыз. Енді бұл масштабты осы жерден де байқауға болатын шығар. Енді жалпы алған кезде 12,5 миллиард теңге сомасына мүлікке тыйым салу арқылы енді келтірілген шығынды өтеу қамтамасыз етілді. Айта кету керек, 2021 жылдан бері енді осыдан 4 жыл бұрынғы статистиканы алатын болсақ, енді ол кезден бастап бүгінгі күнге дейін 100-ден астам қаржы пирамидасының жұмысы тоқтатылған. Демек, бұл шынымен де әңгімелесетін, пікір білдіретін, яғни өткір тақырып. Сондықтан да осыны бір өздеріңізбен ақылдасуға шақырып отырмыз. Кенесары Бағбанұлы, енді осыған алып қосарыңыз бар ма? Қазіргі кезде қаржылық пирамида қатысты ахуал қандай? Қайырлы күн, Ернар мырза, қайырлы күн, Дәулет мырза, көрермендер. Жаңа енді өзіңіз статистиканың бәрін келтірдіңіз. Тағы да бір қоса айтарым, бұл жалпы қаржылық пирамиданы ұйымдастыру, ол алаяқтықтың бір түрі болып есептеледі. Мысалы, бізде Қазақстанда арнайы бап бар. Қылмыстық кодексінде 217 бап бар. Мысалы, Ресей мемлекетіне келетін болса, оларда ол бап жоқ. Олар өзінің алаяқтық бабымен қылмыстық жауапкершілікке тартады. Сол осы біздің басқа мемлекеттермен қарағанда өзгешілік бар. Жалпы енді қандай қаржылық пирамида, қазір өздеріңіз естіп отырсыздар, бізде пресс-релиз беріп халыққа көрсетіп отырмыз, қандай жұмыс жасалып жатқан, халықтың мүддесін қорғап. Жалпы бұл жерде былай естіп жатсаңыздар, неше түрлі қаржылық пирамида түрлері көбейіп кеткен сияқты да. Ол шында да олар көп. Енді бұл кісілерде енді өмір дамып жатыр, қарым-қатынас да, технология дамып жатыр, өздеріңіз білесіздер. 4-5 жыл бұрын болмаған заттар қазір бар. Сол енді бірақ сонда да ең бастапқы түрлерін айтып кетсем, ол бізде енді классикалық дейді ғой, ол енді баяғыдан келе жатқан. Ол жерде аса өзгеріс жоқ, екі адамнан алып келесің, тағы адамдар алып келесің, үлкен саған айтады, орысша айтқан доход дейді ғой, сол кірісті саған айтады, агрессивный рекламасы бар, жаңағы өзінің признактары ғой. Екінші түрі жаңағы сетевой маркетинг дейді ғой, жалпы солар сияқты жұмыс істегісі келеді да, бірақ өзінің алаяқтық жолымен басқа мақсатты көздеп отырады. Үшіншісі, инвестиционный проекты дейді, инвестициялық. Сізге жалпы бір басқа елде айтады, мынандай завод салынайын деп жатыр Қытайда, Африкада алмазды өндірейін деп жатырмыз, табайын деп жатырмыз, сол жерге ақша салыныр, немесе
басқа бір шетелде Америкада ма не самокатқа сатып аласың, сол самокаттан сен күнделікті пассивтік түрде кіріс әкеліп отырады дейді. Соны біздің енді халық былай қарасаң енді сендіріп айтады да, біздің енді халық соған, біздің азаматтарымыз кейбірлер сенеді да, соған кіреді. Бірақ шынында да бұл активтар, бұл жұмыс бәрі ауада. Олар тергеу барысында анықталған, олар жалпы олар жоқ. Адамдарды алдаған сонда. Сосын енді соңғы айтып кетерім, енді бұл тұтыну кооперативтары дейді ғой. Қазіргі тұтыну кооперативі жалпы ол заңды организация. Оны айтуға болмайды, бірақ адамдар басқа мынау ұйымдастырушылар қаржылық берген соның формасын қолданып тұтыну кооперативі арқылы адамдарды алдайды. Бұл жерде тұтыну кооперативінің бір қоғамға аса қауіптісі, бұл жерде мыңдаған адамдар келеді. Өйткені олардың бағдарламалары былай бірінші мезетте бір пайдасы көбірек болып көрінеді. Біздің адамдар соған, азаматтарымыз соған жиі жүгінеді. Бірақ соңында енді ол жерде де пирамиданың жалпы признагі ғой, ол сізден кейін келген адамның ақшасы арқылы сізге мүлік алынады. Либо мүлік тіпті алынбайды. Сіз жылдап күткізіп қояды. Сол жерде осындай сөйтіп оның өмір сүру үшін ол жалпы тұтыну кооперативінің қаржылық пирамидасы. Ол адам келіп отыру керек та, жүйелі түрде әрқашан келіп отыру керек. Дәулет мырза, осы тұста сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Енді жаңа Кенесары Бағонов айтып отыр ғой, бапта бар арнайы, енді бір-екі мысал келтіріп, мысалы Анголадағы алмаз мәселесін айтты, болмаса Еуропада самокатты жалға беру дейді, ақылға қонымсыз нәрсе ғой мысалы, бірақ оған адамдар сеніп отыр. Енді қаржылық сауаттылыққа қатысты түптеп келгенде соған әкеп тұр ғой бәрі, Енді жарнама ғой, жаңағы компанияларын естеріңізде болса, осы самокатқа байланысты менде мәжілісте арнайы депутаттық сауалда жолдаған едім. Рахмет сіздерге, сол жолдаудан кейін де әйтеуір сотталды, тергеу ісі басталды деген жаңалықтарды естіп жатырмын. Енді бұл да бір халықтың сауатын ашуға айналып келгеніңіз. Өйткені егер де оның дер кезінде алмағанда алданатын адамдар да, артынан кіретін де адамдар өте көп болатын еді. Әрине қаржылық сауаттылықтың төмендігі біріншіден, екіншіден біз көп жағдайда оңай олжа іздегіміз келеді, тез байып кеткіміз келеді. Қоғамда сондай бір психология бар да, мысалға тіпті кейбір таныстарын өзінде айтсанда айтады ғой, жатып алып өзінен өзі бір ақша түсіп жататын сондай жұмыс тауып алсақ қой деген секілді. Мысалға ол сол бір психология. Кейбір адамдар айтады, ой, соған қайбір жетіскеннен кіреді дейсің, жағдай төмен. Негізі олай емес. Ол жерге қарасаңыз, кәдімгі бір мынандай адамдар болады, осы пирамиданы мақсатты түрде іздеп, басында кіріп алып, сол әйтеуір артынан тіркелген адамдардың ақшасына байып жағдайын жасап алып, сөйтіп бір мақсатты түрде іздеп кіретін азаматтар да бар негіз. Ол біліп тұрады, ол пирамида екенін, ол адамның қос дипломы да бар. Бірақ ертеңгі күні сол тергеуде көп жағдайда бір не болып шығады, андай сүттен ақ судан жаңағындай таза болып сондай бір шығатын азаматтар болады. Аққа адамдар дейді ғой. Ал көп жағдайда жаңағы сол жарнамасын жасаған адамдар, болмаса сол бәрібір басында тұрған ұйымдастырушылар сотталып, жаңа дүние мүлкі тәлкіленіп жатады. Ал бірақ енді бұл жерде енді ойлаңызшы, сіз пирамидаға кіргенсіз, бәрібір де 2 адам, 3 адам тартқан кезде өзіңіздің танысыңызды, досыңызды, жақын адамдарын тартасыз ғой. Ол жерде бір кезінде күйнет болды ғой. Күйнетті де мен айтатын едім, қаншама адам күйініп кетті, осы күйіп кетті деген секілді. Сол күйнеттің де психологиясы андай еді ғой. Сен бөтен адам емес, кімге ең жақын 2 адамына байлық тілейсің, кімнің бай болғанын қалайсың, сол 2-ақ адамды ғана шақыр болды, басқа ешкім керек емес бұл жерде деген сияқты, көрдіңіз бе? Ол жерде өздерін сетевой деп айтатын, бірақ құндылық басқа еді. Сетевойда құндылық ол тауар, дұрыс па? Мысалға көп адам мынаны ажырата алмай жатады. Пирамида не, қаржылық пирамида не, әлде желілік маркетинг не? Желілік маркетинг арқылы табыс табуға болады. Ол жерде тауар бар, мысалға. Тауарын пайдаланатын да мен де өзім кейбір желілік
кәсіпкерлік компаниялардың тауарларын үйде пайдаланатын жайттар бар. Ал пирамидада тауар жоқ қой мәселе. Немесе тауар болса да, тауардың құндылығы құны жоқ, өтірік тауар болуы мүмкін. Жаңағындай сізді бір иллюзияға нетеді. Жаңа айтқандай, Африкадан алмас бар, немесе маған осы бір Sky бір бәле деген тоже болды. Дубаймен көпір салу ма, метро салу ма, сонда айтады. Криптовалютамен көп жиі кездеседі. Біздің қазақтарды алдау оңай екен, ана бір шетелдің аттарын қоясың да, мысалға LTD жаңа тоғ деген секілді голд, бизнес бірдеңе екен сөздермен етсен, world деген жаңа әлем деген сөздерді пайдалансан, ойлайды, мен шынымен де байып кетем деген секілді. Одан кейін бұл жерде тағы да бір психология андай ғой, басында кіріп алған адамдар анаған тиіседі. Сен қашанға дейін осы Қазақстанда жүре бересің? Қашанға дейін 100 000 айлықпен өмір сүре бересің? Қашанға дейін мынаның бәрі қымбаттап жатыр деген кезде өзін-ақ бір күнде-ақ бір оппозиция сияқты болып, ашуланып, бәрін тастап, сол компанияға қалай кіріп кеткенін білмей қаласың да көп жағдайда. Бірақ адам түсіну керек, кез келген қандай қаржы пирамидасының өміршеңдігі қанша? 1 жыл шығар енді ары кетсе, мүмкін 2 жылға дейін ғана барар. Кейін оның барлығы анау ауа сияқты нетеді ғой, қаржы пирамидасының өзінің өмір сүру циклы бар ғой негізі. Біздің енді агенттіктің мақсаты да осы ғой. Соны қосып айтып жіберсем, рұқсат болса. Жалпы Дәулет мырза айтып жатыр ғой, жаңа біз портреттің жөнінде адамдар. Соны мен қоса айтып кетейін. Сол жерде біз талдау жүргіздік те. Осы енді біз адамды жауапкершілікке тарта бермей превенцияға да жұмыс істеу керекпіз ғой. Өзіміздің салымшылар кім, жәбірленушілеріміз кім, соны талдау жүргіздік. Былай қарағанда біз салымшылардың 70% әйел кісілер болып тұрған. Сосын бәрі ойлайсыз, может үлкен кісілер шығар деп ойлайтын едік басында. Жоқ, 30 бен 50 жастағы кісілер. Сосын ойлайтын едік. Сосын көп адамдар айтады ғой, қалай түсінбейді олар, неге ақшаларын салып жатыр деп. Енді бірақ жартысынан көбісінің жоғарғы білімі бар. Жоғарғы білімі бар. Сосын тағы да бір қызық жері бар. Көбісі ойлайды ғой, енді ақшасы көп, ақшасын қайда жібере алмай жүрген адамдар деп, енді құтырғандар деп кейбір кездерде енді айтып қояды енді. Бірақ былай қарағанда 40% адамдар кредит алып сол проектке кіреді. 40% кредит алып сол проектке кіреді. Сөйтіп ана жерде кредиті қалады, жабылмай, мына жерде алданып қалады. Сөйтіп оларға 2 есе ауыртпашылық болады да, біздің жәбірленушілерге, салымшыларға. Жалпы енді сіз өмірлік цикл жөнінде айтып жатсыздар ғой. Енді жаңағы алаяқтар, оларды енді тұрмайды ғой бір орында. Олар проекттерін, заңды проекттер ұқсатып шығарады ғой. Жаңа олар қазір өзінің іс-әрекеттерін 2 түрде жүргізеді. Біреуі заңға ұқсайтын ретінде қылып, сетевой маркетинг товарын алып, қазір қиын емес қой, товарды алып, Қытайға барасында, бір заводпен келісесінде товарын шығарып отырасың, өзіңнің атыңмен, биркасымен, маркировкасымен бәрімен істеп отырасың. Екіншісі, олар уже екінші программасына қарау керек та. Олар сол жерде адам шақыртады, сол жерде бонус бергізеді. Классикалық тұрғы беретін сол бонус пайызында қарау керек қой. Мысалы қарайық, екінші деңгейлі банктер болмаса ұлттық банктың бізге рұқсат беріп отырған пайыздық мөлшерлеменің өзі максималды 18%. Оның өзінде ұзақ мерзімді депозиттерге, қалған орташа бір 15% десек болады. Базалық мөлшерлеменің өзі 16,5%. Соның барлығын жылдық сенің бірінен 18 деп қарайықшы мысалы. Одан кейін бар енді кәсіпкерлермен араласқан кезде, инвесторлармен араласқан кезде, олардың бір жылдық тауып жатқан пайызы 30, максимум 40-45-ке дейін ғана барады. Бір жылда. Ал енді мына пирамидаларды қараңызшы, сіз бір жыл түгіл бір айдың өзінде пайыздық мөлшерлемесі 50, 100, 130, 150%-ға дейін асып кетеді мысалға. Ал енді ол ондай дүниені көріп отқаннан кейін кішкене күмән болу керек қой. Немесе тура сол секілді, ойбай сен 100 000 теңге сал,
артынша 500 мың аласын дейтін болсақ, онда біз не үшін жұмысқа барып жүрміз? Бәріміз 100 мың, 200 мың теңге сияқты миллион алып жатып отыра бермейміз мысалға, бәр ай бойы не үшін жаңа жұмысқа барып келеміз деген сұрақ туындайды да мысалға. Оған жаңа айтқандай адамдарға сол иллюзия ғой, өздерінше бір не қойып алады, сен менің командамсың, мен сенің наставнигімін, скоро бүйтеміз, скоро үй көреміз, шетел көреміз деген секілді, адам әпкел. Ана адам сол энергия, сол бір мақтаудың бір буымен өзі бір команда жинап, өзін бір кәсіпкер ретінде сезініп, сондай бір иллюзияда жүреді, өкінішке қарай. Одан кейін енді мен бір нәрсені байқағаным, пирамиданың аттар шыға береді неше түрлі. Неше түрлі аттар бар енді. Осы уақытқа дейін қанша бұрын осыны не дейді, анау Америкаға итальяндық Понци дей ма, сол азаматымыз апарған ғой 19 ғасырда ма. Енді содан бері ол пирамиданың түр атауы болады, бірақ схемасы ғана бірді. Жүйесі ғана үлкен пайыз береді, болмаса сол артынан адам келсе тез байып кетесің деген барлығы сол айналып келгенде тез баюға үгіттейтін нәрсе. Бірақ аттары неше түрлі бола береді. Сол қаржы пирамидаларын мысалға. Бірақ жүйесі бір, формуласы бір, осыны түсіну керек. Әрбір пирамиданың сосын өзінің бір аудиториясы болады, байқайсыздар ма? Жаңа сіз айтпақшы енді Кенесары мырза жаңа әлеуметтік демографиялық бір картинасын көрсете білді ғой. Көбіне жаңа әйелдер болды дедіңіз, оның ішінде сосын Дәулет мырза айтып отыр, қаржылық сауатсыз деп те айтуға келмейді. Өйткені бір мысалдарда біз байқаймыз, тіпті 50 миллион салып, енді 50 миллион қолма-қол ақшасы бар адам, мысалы. Ол ақшаны табу үшін де бір шама әрекет ету. Дипломы бар адамдар да жүреді ол жерде. Ол сұрақ туындайды. Сондай не сияқты анандай жарайды бір тәуекелге барайын, болмаса тез байып кетем деген бір жол іздейтін сияқты сол адамдардың көбі. Қандай мысалы енді сіз тергеу амалдарын жүргізген кезде қандай мысалдармен бетпе-бет келдіңіздер? Жалпы жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз да, бұл жерде енді бұл шегі жоқ қой, бұл кішкентай 1000 теңге, 2000 теңге сомасынан басталып, сіз айтқандай 100 миллионнан астам салымдар бар шынында да. Бұл жерде енді ол енді өмірдің жағдайы ғой. Тергеу барысында біз енді ол сомаларды көріп атқанда таң қаламыз да, қалай деп сол ойланамыз, неге болды, былай болды деп. Жалпы бұл жерде сіз жаңа дұрыс айтып отырсыз ғой, бұл жерде алыстан келмейді ғой қаржылық пирамида. Либо таныстары келеді, жақындары келеді, ағайын туыс келеді, сөйтіп олар бір жақтан не істейді. Олар да анау түсіндіріп отқан кезде кейбіреулер түсінбейді, что бұл жалпы бұл өзі пирамида екен. Олар іштей сенеді да, бұл шында да бизнестік проект екен, жұмыс екен, сол не бойынша. Жалпы бұлардың көбісі ұйымдастырушылардың бір қызық жерлерінде бұлар ақшаны адам жинап алады да, керемет өмір сүреді да. Жалпы атын айтамай қояйын, бір пирамидада өзі жалпы 9 миллиард теңге тартқан ақша. Соның 2 миллиардын казино ұтылған ғой, казинода ойнаған. 2 миллиард теңгесін. 377 миллионға әлемді аралаған. Енді өздеріңіз қарасыңыздар, үлкен сома. Баяғы курспен ол 1 миллион доллардай. Жалпы сондай. Олардың көбісі айтып отырмын ғой, барады, біз анау жақында бір ұйымдастырушыда Астана қаласында ұстадық та, сол бір күн бұрын барады өзінен жаңа Toyota Land Cruiser 300 сатып алады ғой. Соның бауырында ақшалай күйінде 945 миллион теңге ақша табамыз ғой машинасынан, үйінен жалпы. Қолма-қол, Қолма-қол. Орысша айтқанда наличными дейді ғой. Қолма-қол 945 миллион теңге не істейді. Жалпы бұл жерде айтып кететін, енді өздеріңіз білесіздер, бұл жерде жалпы әр юрлицо өзінің счеты болу керек. Соған ақшаны беру керек, сол жерден төлеу керек. Соған мен біздің жалпы азаматтарымыз ескерткім келеді бір жағынан. Адамға қолма-қол бермеңіздер деймін де. Ондай ол алаяқтардың бір белгісінің бірі. Сондықтан да сол жалпы осындай. Одан кейін тағы да бір мынандай екінші жағы бар ғой. Сен соны көріп біле тұра қоғамға жанын ашып, болмаса мен де сол үлкен аудиторияда елге айтам, ол дұрыс емес мысалға, деген кезде дәл сол компанияға кіріп алған адамдар
сені не істейді? Сені табалап, сені жейді. Сен оңбағансың, сен көре алмайсың, сен қазақтың байып атқанын көре алмайсың. Сен тіпті маған да жазады, мысалы сен өкіметтің адамсың. Мен талай кооперативтің адамдарымен бетпе-бет келіп, тікелей эфирге де шықтық. Қаншама айттым, ақша салмаңдар деп, тіпті олар басшылары, кіріп алған адамдар маған неше түрлі сөздер жазып, мен қазір уақыт өте келе қаншама кооперативтерге сот жүріп жатыр мысалға, иә. Сотталып кеткендері қаншама. Сол кезде әлі күнге дейін жазатын адамдар оға, ай, Дәулет мырза, кезінде сізді тыңдауым керек еді. Кезінде мен жаман сөз айтып қойдым, соны қайтарып алдым деген сияқты. Тіпті соңғы жаңағы айтқан самокат HRT сол кезде де депутаттық сауалын видеосын салдым ғой. Сол жердің комментарияларын қараңыздаршы. Тоже осындай әңгіме. Оңбаған, сен жаңағы депутат болып халық жаққа шығама десем, ана мынау дейді. Әй, сен көріп тұрсың ғой, ол ешқандай самокат жоқ екенін ол жерде, иә. Ол жай жаңағы айтқандай иллюзия. Сонда тіпті жарайды, сіз шынымен де самокат болып, бірақ сізге түсетін пайданы, иә, мен мысалы экономист ретінде оны, иә, санаймын. Шынымен ондай пайда болмайды. Тіпті ана самокатын 24 сағат бойы тоқтамай ана сенің алған самокатыңды мысалы адамдар пайдаланатын болса да оның табысы ондай емес. Ал бұл жерде рахат екен, сен самокатыңды ары кетсе 8 сағатқа ғана деп есептейді, сонда үлкен болса. Оның ақша қайдан келеді? Ол бірінің салған, бірінің ақшасынан жаңағындай пирамидалық жүйемен келеді. Сондай бір екінші жағы да бар да адамдардың. Сосын сіз айтпақшы, әйелдер дедіңіз ғой, олардың несі болады? Чаты болады, әйелдер сондай бір не болып кетеді ғой, белсенді болып, ол кезде ол осыны пирамида екен, тіпті сіздер де ресми түрде айтып жатса да оны мойындағысы келмей, мен Ернар, енді мен замандасым, құрдасым ғой, Ернарды да қаралап ана комментарийдің астында жатады мысалға. Біз біраз чатта жүрміз дегенсің. Сонда адамдар соған сенгісі келмейді. Бірақ кейін уақыт өте келе не істейді? Көзі жетеді, сенеді, сосын қайтадан сізге жақын болғысы келеді. Ана салған ақшамды қайтарғым келеді, енді не істеймін, оның амалы қандай деп жатады. Міне осы мәселеге көтерейікші, өйткені бұл да мен жаңа Дәулет мырза дұрыс айтып отыр. Қайбір осындай контенттегі осы мазмұндағы жаңағыдай посттарды көреміз, оның астындағы бәрінің жазатыны осы, расымен де. Алайда енді көз жеткеннен кейін, одан кейінгі механизмді түсіндіріп өтсек, Кенесары Бағбанұлы, осы көрермендерге кейін кеш болып қалмасын деген ниетпен ақша қайтару мәселесі. Адам жаңылуы мүмкін. Біз қазір Дәулет мырза көтерген кәсіби салымшыларға бөлек тоқтаймыз. Өйткені ол кісі жаңа бұл тақырыпты бір шолып өтті. Кәсіби салымшылар, олар бастапқы уақытта біледі, бәрін. Не нәрсеге кіріп атқан, қандай жаңағыдай тәуекелдер бар екен, баптың бар екен, бәрін біледі. Олар тек жаңағыдай бірнеше пирамидадан пирамидаға көшеді, қатынап жүреді. Соңынан былайша айтқан кезде жаңа салымшылар ақыр соңында осындай мәселеге тап болады. Дегенмен енді мына қаржы пирамидасына алаяқтықтың құрбаны болғанда көз жеткен адам ақшасын қалай қайтарып алады? Осы механизм көпшілікке түсініксіз деп ойлаймын әлі. Жаңа механизмді айтпай тұрып, жаңа Дәулет мырза айтып кетті ғой, адамдар сенбей тұрады деп, бастапқыда сені неше түрлі жаман сөздер айтып, қаралап, жерден алып жерге салады. Басында шында да адамдар өздері сенеді ғой, анау проект, ол шында заңды проект, біз оларға кедергі жасап жатырмыз, мемлекет. Егер біз болмағанда олар құлпырып, керемет болып кететін еді ол проект деп. Сосын анау күдіктілер, ұйымдастырушылар, қасындағылар соны айтады ғой. Бұлар тоқтатпаған кезде біз керемет сіздердің ары қарай ақшаларыңызды ала беретін едіңіздер, сөйтіп одан сайын алдай береді адамдарды. Бірақ содан кейін оның бәрін біз тергеу кезінде бәрін көрсетеміз, бұның бәрі өтірік екен, фикция екен, бәрін көрсетеміз, оны дәлелдейміз, сосын бар көздері ашылады ғой. Сол енді механизм былай. Былай барда кейбір жәбірленушілер, салымшылар бірден келіп, арыздарын жазып, жәбірленуші болып танылып, азаматтық талаптарын беріп, тергеу амалдарына қатысып, жауаптарын беріп жүреді. Бірақ кейбір басқа екінші категория, олар жалпы жазбайды да, оларға бәрі кешірдім дейді да, болмаса жазбайды да,
Оларды біз айтамыз да, ұйықтап жатқан салымшылар дейміз да. Олар соны олар сөйтеді. Екіншісі бар. Үшіншісі жаңағы сіз айтып кеткенде кедергі жасап, ананы қорғап, күдіктілерді. Енді мынау механизм бойынша жаңа бірінші категорияны айтқанда жалпы айтып кеттім. Біріншіден жәбірленуші ретінде сіз арыз беру керексіз. Сізді жәбірленуші ретінде таниды. Сосын олмен бірге азаматтық талабыңызды бересіз. Мысалы, сіз 1 миллион теңге ме, 2 миллион теңге ме бір соманы салсаңыз, сол берген сомаңызға сізді жәбірленуші және азаматтық талапкер ретінде таниды. Сосын ол іс тергеліп, үкім шыққаннан кейін сот күдіктінің сотталушының іс-әрекетін саралап, азаматтық талабыңызға жауабын береді. Қанағаттандырады, немесе қанағаттандырады, жалпы қанағаттандырады әрдайым. Сосын содан кейін өзінің процедурасы бар, әрі процесі. Оны сіз исполнительный лист дейді, соны алып, уже егер залалды өтейтін біз тиым саламыз, мүлікке тиым саламыз. Егер сол залалды өтейтін ақша мүлік болса, сот орындаушылар айтады, исполнительный атқарушылық іс жүргізу дейді. Соны қозғап, сол атқарушы іс жүргізудің процесінде соны қайтарылып береді, өндіріп. Жалпы енді бір мысал келтіріп кетейін, атын айтпай қойын. Бір қаржылық пирамида болды. Жалпы біз өз жерде 500 мың доллар тұратын криптоактивті тиым салдық. Біз 2022 жылдан бастап Binance пен басқа да крипто биржалармен меморандумға қол қойып, бірге жұмыс жасаймыз. Бұл бойынша басқа мемлекеттерде ондай мүмкіншілік жоқ, орталық Азияда. Бізде бар осы қазіргі уақытта. Біздің бүкіл сауалдарымызға, бүкіл неге талаптарымызға тез жауап береді. Біздің тиым салынады олардың. Сол пирамиданы атамай қойын, 500 мың долларға жуық криптоактивқа тиым салдық. Залалдың бағасы қылмыстық іс бойынша 125 миллион теңгедей. Жалпы біздің енді криптоактивті тиым салдық қой, ол залалды өтеуге толықтай жетеді. Сондықтан да біз оны біздің жәбірленушілермен, өзіміздің азаматтарымызға түсіндіріп жатырмыз, ол қазіргі жұмыс жүріп жатыр. Жалпы процесс сондай. Ал арыз бермеген күнде, мысалы сіз айтып отырсыз ғой, жаңағыдай қайта күдіктіні қорғаштайды, ұйықтап қалғандай салымшыларды атырып терминде. Бұл тұрғыда мысалы? Бұл тұрғыда енді біз әрдайым біздің агенттік енді қатты айтылса да, айтылмаса да елдің мүддесін қорғауға жұмыс жасап жатырмыз шынында да. Сол кезде біз бүкіл салымшыларды айыптау актісінің көлеміне қосамыз да, кісілердің бәрі. Сондықтан да үкім шыққан кезде бүкіл салымшылар сол үкіммен бірге шығады. Ертеңгісі күні азаматтар келеді ғой бізге, шамалы уақыттан кейін. Енді біз кісі ұйымдастырушы сотталып кетті. Ол өзінің жазасын өтеп жатыр атқару жүйесінде. Енді оны қайтып соттамайсың ғой. Сондықтан да үкімді көрсетеміз. Осы үкіммен егер сізде талабыңыз болса, азаматтық ретінде, процестік ретінде барып соны өндіріп ала аласыз деп түсіндіреміз. Сол жалпы. Жаңа адам типтерін бөлді ғой, екінші типтің ішіне айтқым келеді. Мысалы, ол жерде андай азаматтар болады, күйеуін айтпайды. Жаңа әйелдерде күйеуін айтпайды. Сосын күйеуі білсе жанын шығарады. Енді былай өздерін жазу бойынша, ойбай мен кредит алдым, білмесін. Енді әйел адам не істейді? Үйде отырып, сол байықсы келді, декретте отырды, жаңағы статистикаға қарайтын болсақ, сондай әңгімелерін айтады. Мысалы, мен де айтамын ғой, кейден жазсаңшы, арыз жазыңыздар десем, ойбай мен ата-енем естісе не болады. Одан кейін екінші неде сол мемлекеттік қызметтегі адамдар да бар. Мемлекеттік қызметте ол айтады, ертең күні мен мынаны айтсам, қазір шығарсам, мен үшін ол позор болады. Мені қоғам мысалға жаңағындай басқаша көреді, дипломым бар, не бар, мынандай мемлекеттік қызметте жүрмін, жұмысыма нұқсан келеді, айналамдағылар мені енді мазақтайды деген сияқты ма, сондай бір немен оймен жүргеннен кейін ол шынымен арыз жазылмай қалады.
Ал жаңағы адамдар бар, үшінші, олар сол до конца барады, сені атаковать етіп, бүкіл жерге тіпті мынандай заказдар дейді ғой, арнайы ақшасын төлеп басқа блогерлерге жаздырып, сонда қоғаммен басқа адамдардың пікірін өзгертуге ат салысады да. Шынымен бірінші типтегі адамдар ол соңына дейін барады, соңына дейін өзінің ақ екенін, болмаса алданғанын, болмаса шынымен де ол пирамида екенін түсініп, керісінше көмектеседі ол мынау алаяқтардың несіне, сотталуына жақсы көмектеседі. Сондықтан енді қандай да бір ресми шешім шыққаннан кейін мен үнемі айтам елге, керісінше сол сот процесінің ашық, анық әрі тез жүруіне сіздер өз үлестеріңізді қосыңыздар деп. Блогер демекші, Дәулет мырза, енді өзіңізді біз аудиториясы бар, біраз адам сізде оқитынын білеміз, оқырмандарыңыздың алдындағы жауапкершілік мәселеге келейікші. Мысалы енді мына бір бүгін пирамидалардың атын атап жатқан жоқпыз, дегенмен бір-екі пирамиданың астында жұртшылықтың белгілі бір өнер адамдарының, белгілі бір блогерлердің аттарын комментарийға қалдырып жатқанын көреміз, оны жаңағыдай елеуі мүмкін емес, өйткені аттары жазылып тұрады. Осы біз оған қарап сендік қой, біз оған қарап жаңағыдай ақшамызды салдық қой деген сияқты. Енді бұл тұрғыда танымал адамдардың жауапкершілігіне қатысты айтасыз. Енді қараңыздар, жалпы қаржы пирамиданың танымал адамдар жарнамасын жүйелі түрде жасайтын болса, енді оған заң бар ғой, мысалға білесіздер, Вайнер, блогерларда сотталып өз жазаларын жылға дейін, өтеп жатқан азаматтар бар. Одан кейін енді менің өз басымда да өтті, тіпті қаржы пирамидасы емес, мына құрылыс компаниясында жарнамасын жасағанға қазіргі кезде айыппұл. Міне осы заңды жақында ғана Сенаттан өтіп, біздің енді жұмыс тобында болдым ғой, мен өзім соның инициативасы болып, өйткені кезінде Алматыда да бір құрылыс компаниясы маған, ой, сізге бартерге үй береміз, сізге жарнамасын жасап берсеңіз деп, ол жерде енді мынау үйдің документін уақыт өте келе аламыз, мемлекеттік гарантияны сөйтіп алдап келді де, ол жерде бірнеше танымал адамдарды сөйтіп пайдаланғаны бар. Бірақ енді ол заң тұрғысынан ол қаржылық пирамида емес еді. Құрылыс компаниясы еді, енді пирамидамен ара жігін ажыратып алатын болсақ, мысалға налар неге сотталмады деп те кейбір адамдарды жазып айтып жататындар бар, өйткені танымал адамдар болған. Өйткені шыны керек жақсы ұсыныстар болады, бартерлік немесе сізге жеңілдік жасаймын деп әйтпесе маған да Алматыдағы 2 бөлмелі үйді 18 миллионға жеңілдікпен бермекші болған. Кейін мен жаңағы уақытын бөліп төлеймін деген кезде де мысалға оның бәріне олар рассрочка дегенде де келісіп тұрды, мысалы, көрдіңіз бе? Осындай да жағдайлар бар. Танымал адамды бұл жерде тек қана пайдаланады, сөзін ашық енді. Өйткені бәрібір де мен қаншама адам, өнер адамдарының арасында жүрген, олар сенгіш болады, аңғал болады. Ондай жаңағы ненің басы қасында көп терең зерттеулер жүргізбей жатады. Бірақ қазіргі не бойынша, мынау пирамида болатын болса, ол сотталады. Ал мына жаңағындай құрылыс компанияларына қатысса, сонда қомақты айыппұл арқалайтын болды. Жалпы 2022 жылы қаржылық пирамидаға жарнама жасау бабы күшіне енгізілді. Содан бері бізде жыл сайын адамдар жауапкершілікке тартылып жатыр. Оның ішінде де әйгілі адамдар бар. Жалпы бірақ қазіргі айтып өтетін қазіргі блогерларды, әйгілі біздің азаматтарымыз да сол норманың өзі бір дисциплина қалып келді. Өздеріңіз білесіздер, оның алдында әйгілі 2 киноактері, блогерлар ұйымдастыру ретінде сотталып кетті. Содан кейін біздің енді блогерлар, әйгілі азаматтарымыз шынында да уже реклама түскен кезде уже ойлана бастады. Қарап, зерттеп, ол енді шынында да заңды дисциплина қалып келді біздің азаматтарымыз. О да жақсы айтып кететіні бар. Өйткені көп блогерлар бізбен, өзіңіз Ернар мырза білесіз, қаншама
қоғамдық жұмыс атқарып жатырмыз, превенция жағынан, адамдарды ескертіп, не істеу керек, қаншама өздеріңіз біздің парақшамыздан көре аласыздар. Жалпы сол блогерлар қазір керісінше бізге қолдау көрсетіп жатыр, өздеріңіз білесіздер, Динара Саржан ханым, Сека Вайнс, басқа да миллиондаған аудиториясы, сіз, Дәулет мырза, қаншама, осының бәрі қолдау ғой. Шынында да елдің, халықтың мүддесі ғой деймін да. Бұл жерде бір әлеуметтік жауапкершілік қой негізі. Жалпы. Енді жарнама бойынша 217 прим 1 бабы қылмыстық көз. Бұл жерде соцсеттің SMM-шіктары, рекламаға түсіп, соны жария, соларды ең басты соларды тартып жатырмыз. Олар біліп тұрып, соны таргет дейді, охватын жасап, соны таратып, адамдарды алдап, сондай теріс іс әрекеттер жасайды. Сол бойынша өздері заңды жауабын нені байқадым, әр блогердің өзінің бір фанаттары болады негізі, аудиториясы соған сеніп, жаңағындай әрбір лайк басып, пікір жазып, енді ол азамат ондай шақырғаннан кейін әрине сеніп қалатында жағдайлар өте көп кездеседі. Одан кейін мен айтам, білмеймін, бір әлем бойынша бір алданатын халықтардың рейтингі шықса, біз қазақта бірінші орында шығатын шығармыз деп кейде ойлаймын. Енді ондай рейтинг жоқ, өкінішке қарай. Бірақ біз алдыңғы қатардамыз, тіпті кейде болады ғой. Мен тағы да алданып қалдым деп хат жазатын азаматтар болады. Тағы да алданып қалдым. Айтамын, сіз тағы да алданатын бұрын қайдан? Содан бір 2-3 жыл бұрын оқиғасын жазады. Осындай бір компанияға ақша салып едім, ол бүйтіп қалды. Енді бұған не үшін салдыңыз? Енді мен ойладым, осы ана жолым болмады, осыдан мен жақсы жолым болып кете ма деген сияқты. Сондықтан білмеймін, енді сондай да алдануға бейім адамның да типтері болады. Жалпы Ернар мырза, енді превенция дейді ғой. Біз енді қазір бүйтіп ойлайсыздар да, бүйтіп әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпаратта пирамидалар көп жаңалық береміз. Ол пирамиданың көбейгені емес, ол бізде жұмыс жасап жатырмыз да, бастапқы кезде өмірлік циклы дейді ғой, соның ең бастапқында соны жоюда басты мақсатымыз. Олардан бұрынғыдай күтпей мыңдаған адамды жиналып алып, ол сосын жарылып, ол сосын әлеуметтік бір дисбаланс қалып келеді ғой қоғамда. Соны қаншама адам ол көз жасы, өмірі, тағдыр соған жеткізбей, қазір енді біздің төрағамыз Жанат Қалдыбекұлы басты мақсат қойды, оны толықтай өз жеке басым, біздің әріптестеріміз қолдайды. Пирамиданың признагі көрінді ме бастапқыда, бірден шара қолданамыз, күтпейміз. Біз қателік жасап қалу мүмкінбіз, бірақ біз қате жасайық та, бірақ оны халық қателеспейді да сол кезде. Ладно, біз таяқ жеріміз дейміз да, мүмкін енді дұрыс мақсатта жұмыс істеп жатырмыз ғой, жалпы. Сондықтан да бірақ ондай оқиғалар болған жоқ, Құдайға шүкір. Жалпы бүкіл кірген проекттеріміз шынында да заңсыз, алаяқтық, қаржылық пирамидалар болып шығып жатыр. Күтпейміз біз. Мысалы, жақында бір түтіні кооперативін не істедік, олар бастамай жатып, оның іс-әрекетін жойдық біз. Бастамай жатып, уже өткені қылмыстық бап 217-ші, оның формальды состав құрамы дейді. Ол жерде последствия дейді, орысша айтқанда, керек жоқ та. Оны ұйымдастырды ма, болды. Осы бізге жеткілікті. Осыны айтып кету керек. Кооперативінде болды ғой, неше түрлі. Жаңағы Асар, Шаңырақ, Береке, жақында сіздер аманатты да шығардыңыздар, мысалға бәрін елге айтып жатырмыз. Пайсыз баспана жоқ. Түсінсеңіздерші, мысалға 20 жыл дейді деп пайсыз бір ғана құжатпен деген сондай жарнамалар жүреді. Бөліп төлеу немесе жаңағындай кредитный историяға қарамайды деп. Қараңызшы, банктың өзі сізге жаңағы айтқандай тіпті отбасы банктың өзі ең төмендетілген мемлекеттік бағдарлама деген өзіне 7-9% береді. Сіз 3 жылдан 4 жылдан артық жинасаңыз 5% бөлді деген өзінде де жаңағы үстінен қосып беретіні бар да, мысалға. Одан кейін тіпті жарайды, сіздің бай танысыңыз болса да 20 жылға сізге ешкім ақша бермейді ғой. Ал енді 0% деген не деген май шелпек. Менде
бір шетелдің несі болды, кооператив. Жаңағы айтқандар емес, атын ұмытып қалдым қазір. Мүмкін есіме түссе айтам. Шетелдік болды. Best Home, Best Way. Best Road. Best Road. В общем, сондай бір Best Way, бірдене Best деген сөзі бар. Енді мен сізге айтайын, я. Мен самолетте отырдым, екі әйел, мен билетім ортасында болып қалды да. 1,5 сағат бойы ұшқанша, жолда Алматы мен Астана, екі әйел, екі жақтан сол тұтыну кооперативін айтып келді ғой, жаңағындай. Соны кәдімгідей мен бүйтіп, енді о кезде де менің нем жоқ. Енді жаңағы айтқандай отбасы банкке жинап алғашқы үйді алайын деп жүрген кезім. Ойланып қалады екенсіз, ана екеуі екі жақтап сен 1,5 сағат бойы түсіндірген кезде. Бірақ мен оны түсініп отырмын да, 20 жылда ешқандай 0% кооператив. Сол жерде мен енді айтамын ғой, бізде мынандай жолы бар, мынандай жолы бар. Мен айтамын, жақсы, мен 2 жыл ақша салым келмейді, күтпейтін болсам, не істейін десем, онда сіз өзіңізбен бірге первоначальный взносы бар, 2 адам алып келіңіз, 3 адам, яғни андай нелерін жасап қойған. Бастапқы жарнамен, немесе жарнасыз деген түрі. Қысқасы не, ол жерде адам әкелесің ба? Сен үй алуың тезірек болады. Сонда әр адам ойлану керек те, мен не үшін үйді тез алып кетіп жатырмын? Яғни, мына жаңа Кенесарының салған ақшасымен, Ернардың салған ақшасымен мен өз үйімді алып кеттім деп ойлану керек те, көрдіңіз бе? Менің үй алуыма мысалға 4 адамның ақшасы кетті делік. Ал енді сіз үй алу үшін сіздің артыңыздан тағы 4 адам. Сонда күтіп отырған кезек қанша адам болады? Сөйтіп көбейіп кетеді ғой мысалға. Бір кооперативтерде 16.000 адам дейді күтіп жүрген, бір кооперативтерде 20.000, 27.000 адамға дейін жеткен мысалға. 86.000 бар. 86.000 мінекей рекордтық көрсеткіш көрдіңіз. Мен жаңалықтардан оқығанды айтып жатырмын. Сосын ана кейбір адамдар, сонда бұны не компанияны ашып қойып, өкімет қайда қарап отыр, тайраңдатып дейді мысалы. Кешіріңіздер, ИП ашсаңыз да, ТО ашсаңыз да, еш қайсы пирамида деген окет жоқ қой бізде. Мәселе сода ғой. Барлығы жаңағындай бір компания, бизнес, болмаса бір проект, бірдеңе қылдырып, жоба қылдырып ашады сол нелерін, океттерін. Ал бізде ол пирамида толығымен запрет, яғни оны үте алмайсың. Ал енді сен ол налоговыйға окет болып, ана басқа компания болып тіркелгеннен кейін оны сені пирамида екенін дәлелдеу үшін де біраз уақыт кетіп қалады негізінде. Бірақ сен біліп тұрасың, оның белгілері бар екен. Бірақ оны жаңағы халық өзі арыз жазу керек, өзі жаңағындай бір қоғамдық резонанс болып ақшасын алмай жатқан кезде ғана өзі сөйтеді ғой. Ал енді бір ақшасын алып майшелпек болып жүрген кезде ешкім неткісі келмейді ғой оны. Бұзғысы келмейді. Тұтыну кооперативтары бойынша көбісі адамдар сұрақтар қойып жатады да бізге. Неге заңсыз ол жерде жаңа айтып отырмын ғой, тұтыну кооператив ол организация ретінде азаматтық кодексінде бар ол. Ол бірақ оның заңды бұзып, алаяқтар сол тұтыну кооперативін қаржылық пирамидасын ұйымдастырады. Сол заңды айналып кетеді ғой мәселе. Бастап мысалы бүкіл біздің тергеп жатқан тұтыну кооперативтерінің құрылтайшыларын қарасаң, құрылтайшы учредительдер дейді ғой, құрылтайшыларын қарасаң, заң бойынша бүкіл пайщиктар, бүкіл салымшылар, солар құрылтайшы болу керек. Мысалы 10.000 адам құрылтайшы болу. Ол не үшін? Өйткені мынау адамдар, ол кооператив деген не? Ол адамдар бірігіп өзінің материалдық, нематериалдық өмірін жақсарту үшін соны ұйымдастырады. ЖСК бар, құрылыс кооперативі. Мысалы біз 10.000 адам бар ма? 10.000 адам сол олардың бәрін құқықтары бірдей. Қазір директор ол жай жүрген менеджер ғой, жай жүрген менеджер. Бірақ егер мынау уставтарына қарасаңыз 3-4 адам сондай да. Біз айтамыз, басты тергеп жатқан кезде қайда мыналар дейді. Сол жерде адамдар алданып қалады. Сосын жалпы кооператив мүлік сатып алған кезінде көбісі бетеді. Мысалы, Ернар мырза, сіз сатып алдыңыз ба, мүлік сізге береді, өзіңіз. Сізге керемет условия береді олар. Келесіз, біз сізге мынау бастапқы вступительный взносын төлеңіз, қалған біз сізге 7 жылға, 10 жылға береміз, сіз ойланып кетесіз. Сөйтеді, сіз сөйтіп жалпы алған азаматтар бар, бірақ қаншамын адамның халықтың ақшасына жиналған мүлік ол, оны ескеру керек қой. Сіз алдыңызда сіздің өзіңізге тіркеледі атыңызға, кооперативтің бар болғаны залог дейді ғой, сол ғана қойылады да. Бірақ егер сіз
сіз ай сайын ақшаңызды төлеп отырсаңыз, сізге қандай сұрақ? Ертең кооперативтің бүкіл обязательство дейді ғой. Егер кооперативке сұрақ туындаса, олар өз жерде де алдайды да, азаматтар. Біз айтады, біз мүлкіміз бар, осы мүліктің бәрімен сіздерге керек болса, жауып тастаймыз сұрақты деп. Қазір бір момент бар да, заң бойынша егер сіз айтады, добросовестный должник дейді ғой, сіз егер ай сайын ақшаңызды төлеп отырсаңыз, сізге ешқандай сұрақ туындамайды. Сіз өзіңіздің алған қарызыңызды бетіп ай сайын төлеп, жыл сайын төлеп, мүлкіңізді алып, залогын шешіп тастасаңыз болады. Бұл жерге де қарау керек. Сосын страхование, заң бар, азаймным страхование деген. Бұл жерде тұтыну кооперативтары өйтіп ақшаны 5% беру үшін ол РФР-ға тіркелу керек. Олардың тұтыну кооперативтен ешқайсысы тіркелмеген. Өз жерде заңды талаптар бар да, жұмысы. Бұл алаяқтар бұны әдейі бұзып, адамдарды алдап, сондай басты мақсатты көздейді. Бұл жерде айтып отырмын, жалпы тұтыну кооперативі ол жұмыс жасауына болады. Ол әлемдік практика. Біз басында ойлайтын едік, қалай бұл мүмкін алып тастау керек шығар, Сол бар нәрсені олар басқа жағынан бетіп айналып басқа көшемен кеп тұрады ғой, мысалға алдау үшін. Жаңағы неден әңгіме шығып, мысалға бір кооператив келді ғой мағанда. Саған осы Астанадан қандай үй қалайсың? Коттедж болса коттедж, суммасын 200-300 миллионға дейін көтерді. Жоқ, реклама болғанда сен жаңағы отбасы банк жайлы айтпайсың. Елге 7-20-25 бағдарламасын айтпайсың енді ол кезде. Ол кезде баспана хит бағдарламасы болды. Жалпы мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы вообще ештеңе айтпайсың. Тек осы біз туралы да айтасың. Біз саған сол осы Астанада 200-300 миллионның үйін, коттеджін береміз дейді. Мен енді көріп тұрмын ол жерде система жүйесі дұрыс емес, мақсатты түрде ол айналып келгенде халықты алдау болып табылады. Соны мен одан отказ бердім мысалға. Сондықтан көрдіңіз бе, жаңағы айтты ғой. Мен ол жерде айтқаным бар, мен бәрібір халықтың ертең күні жылап, жинап берген сол ақшасына, бәрібір маған солаған үй алып беріп отыр. Мен ол үйде бақытты бола аламын ба деймін де. Мен әрине ол үйде өзімді бақытты сезіне алмаймын, сондықтан ондай нәрсені мен үзілді кесілді қарсымын. Одан да сол мемлекеттік бағдарламамды айтып, елдер тіпті сол ипотекаға алса да, 50-50-мен алса да, наличкамен алса да, мен осы бағытты таңдаймын, ренжімеңдер деп мен сөйткенім бар еді. Енді жаңа тұтыну кооперативтары да, былай айтып отырмын, осы қаржылық пирамиданың ішінде ең көп зардап шегетін түрі бұл тұтыну кооперативі болып табылады. Өйткені салымшылардың саны 1000-нан астамды, 9000 жаңа айтып кеткен кооператив мысалы. Сол 9000 ішінде кішкене ғана адам мүлік алған, кішкене ғана. 9000 адамның ішінен. Жалпы тағы да бір жақында бір тұтыну кооперативінің іс-әрекетін жойдық та, сол жерде 15000 өздерінің айтылған бағдарламасы бойынша 15000 адам алу керек болған ғой мүлікті. Соның тек қана екеуі ме, біреу ғана алған ғой. 15000 адам алу керек болған. Бірақ соның біреу ме, екеуі ғана. Енді бұл өз айтылып тұр. Сонда бұл жерде тұтыну кооперативін адамдар ойлайды ғой, біздің азаматтарымыз баста назар аударғым келеді біздің азаматтар. Олар мынау бір жаңа Дәулет мырза айтып кеткен бір квартираны алу үшін бірнеше адамның ақшасын алып келеді да олар. Өйткені жарнаға сіз миллион саласыз, біреу 2 миллион, ол жерде тұрақты неде жоқ. Сен сала бер, кейін бөліп төлейсің ғой, ана үстінен қоса бересің ғой, сөйтіп өзің бір қиялдап жүре бересің де ол жерде. Бір бөлмелі, 2 бөлмелі үйді алам дейсің де, келісім шартқа сөйтіп жазып қояды. Бірақ ол келісім шарттың ешқандай бір заңдық күші жоқ. Мына жерде уақытым шектеулі, енді кәсіби салымшылар туралы бір ауыз айтайық, өйткені ол да өте маңызды. Қаржылық пирамида туралы айтқан кезде кәсіби салымшылар айтпау мүмкін емес. Өйткені ұйымдастырушыдан бөлек, қазір біз практикадан көріп отырмыз Кенесары мырза. Бірнеше пирамидада бір адамның аттары жиі шығып тұр. Енді оларды жеке кәсіби салымшылар деп жеке термин атауда ойлап тапқан сияқтымыз. Енді кәсіби, енді бұл бізде тергеуде бүйтіп айтылатын термин ғой. Жалпы қазіргі тартылып жатқан ұйымдастырушылардың көбісі шынында да керек болса, ол кәсіби салымшы ғой, баяғыдан келе жатқан. Бір жерде үлгеріп қалады, басында кіріп,
кішкентай ақшамен кіреді, сосын қомақты ақшамен шығады. Ол біліп тұрады. Ол біледі, ол біз анда-санда кәсіби салымшылармен жұмыс істейміз ғой енді. Оларға түсіндіріп жатамыз, осылай, бұл пирамида, ол бәрін біліп тұрады, бірақ іштей біліп тұрады да, бірақ сізге қарсы айтып, басқа өзінің дәлелдемелерін көрсетіп отырады да. Немесе олар бірден айтады, енді ашылып жатыр, басында кіріп ал. Енді ашылып жатыр, басында кірсең, жасап қаласын, істеп қаласын. Енді көп пирамидалардың салған ақшасының қайтымы бір 4-5 айға есептеледі ғой. Сіз ақшаны саласыз, бірден пайызын беріп отқанда 5 айдан кейін сол ақшаны қайтып келеді. Сонда айтады, қазір басында тұрмыз, бұл жоқ дегенде 1 жылдай істейді, соны жасап қал істейтін, сондай бір нелері бар. Енді кәсіби салымшы деген ол енді әр жағдай әртүрлі ғой, қарау керек. Егер ол офис ашса, егер адамдардан ақша тартып, кейбір ақшасын өзіне қалдырып, басты бөлігін ұйымдастырушыға жіберсе, адамдарды шақыртып, агитация жасаса, адамдар оны тыңдап кіріп, соцсетте, әлеуметтік жүйеде реклама жасап, адамдарды шақырса, оны енді қылмыстық кодекстің 217 бабының өзінің белгілері бар ғой, құрам болу үшін. Сол белгілерін біз қараймыз. Мынаны істеді. Адамды алып келді. Ақшаны жартысын алып, жартысын берді ма, ұйымдастырушы берді. Соның бүкілін қарап, егер сондай белгілер болса, ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Оны біз практикада бар ғой, бізде? Әрине бар ондай. Жақсы. Рахмет. Менің ойымша біз негізгі сұрақтардың басын шолып өттік. Енді қаржы пирамидалар туралы айтқан кезде алаяқтыққа қатысты айтар болсақ, оны 1 сағатқа сыйдыру мүмкін емес. Дегенмен біздің бүгін айтқанымыз бізді көріп отқан көрермендерге пайдалы болды деген ойдамыз. Барынша бүкіл жерде қымбатты көрермен таратып, осындай бір пайдалы мамандардың кеңестерін өз жақындарыңызға, жаңа бір чаттарға, көпшілік отыратын орындарға таратуды ұмытпаңыздар, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Енді АФМ Talks айдарында дәл осындай подкастта келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар.